Сәлем қыздар, сендермен тағы да Сандуғаш. Мен сендерге личный кабинетке кіріп, обратный связь деген жер қай жерде тұр? Сондай сұрақтар келді маған. Сосын заказдарым қай жерде тұр? Сондай сұрақтар келді. Сондықтан да мен сендерге көрсетейін. Сендер өз кабинеттеріңе кірген кезде былай тұрады кабинет. Міне былай болып тұрады кабинет. Қателеспесем, өз кабинеттеріңе кірген кезде міне осылай болып тұрады, иә? Кірдіңдер кабинеттеріңе. Мәселен, сендерге обратный связьға кіру керек. Обратный связь деген не? Ол компаниямен тікелей байланысқа шығу деген сөз. Мысалға, сізде бір сұрақ бар компанияға қоятын. Болмаса біз айтамыз, сен жаз, хат жаз компанияға деп айтамыз біз. Сол кезде қай жерге жазам дейді, біз айтамыз, обратный связь деген жерге жазасын. Сосын ол адам кіреді өзінің кабинетінен, сосын таба алмай отырады. Қайда обратный связь деп сұрайды. Сосын 10 рет айтқанша, одан да бір рет мен видео жазғанды жөн көрдім. Обратный связьді айтам, сосын мои заказы, заказдарын қай жерде екенін көрсетемін. Және де структураларыңды қайдан көруге болады. Мінекей осы үш нәрсені көрсетіп берейін. Міне кірдіңдер кабинеттеріңе. Жерде күштік акциялар болып жатыр. Міне мына стрелкаға бүйтіп бассаңдар, мына стрелкаға көрсетеді осы акцияларды, иә? Енді тағы да айтам, міне BIC деген үлкен әріп тұр ғой, мына әріп BIC деген, иә? Соның астында флажок тұр, міне. Кітап сияқты сурет тұр, мына көктің үстінде. Бір деген міне сан тұр, сосын корзинка тұр. Корзинкаға бассаңдар, заказ жасап кетесіңдер. Және де міне 3 сызық тұр. Сол 3 сызыққа басасыңдар. Міне бастыңдар. И мынандай сөздер шықты. Бүйтіп ары бері былай қозғалтуға болады ме қолмен, саусақпен. Қатып қалған дүние жоқ. Туда-сюда можно вертеть. Профиль, новости, структура, мои заказы. Міне тұр мои заказы. Бізге обратный связьдан бастайықшы. Обратный связь керек, е? Обратный связь, мынау бизнес, информация для бизнеса деген жерде. Осыған басамыз. Бастыңыздар, болды, шықты міне, галерея звезд, маркетинг план, стандарты, міне сөз, стандарты деген сөз. Енді адамдар бүйтіп қарайды да, ой, осы ғана деп ойлайды да, болды, даже қозғалтпайды саусақпен ары бері. Міне қоясыңдар саусақты мынаған, и былай ары бері, былай бүйтіп көтеріп, ары бері түсіріп, былай қозғалтсаңыздар болады ғой, міне. Туда-сюда, сонда көрінеді. Міне маркетинг план, стандарты, бюро BIC, материалы для загрузки, компаньоном бюро BIC, сертификаты продукции, обратная связь тұр міне. Ең соңында обратная связь тұр міне. Тағы да көрсетем, қай жерде екенін тағы да көрсетем міне. Например, кірдіңдер, е? Міне кірдіңдер. Мына 3 неге бастыңдар, міне мынаған 3-ге бастыңдар. Профиль, новости, структура, мои заказы, бизнес, информация. Осыған басамыз. Міне, галерея звезд, маркетинг план, стандарты. Енді бұны көтеру керек, былай бүйтіп көтереміз. Тағы да көтереміз. Сонда міне астында тұр. Обратная связь. Міне кірдік енді обратная связьға. Бастым. Кірдік обратная связьға. Обратная связьға кірдік. Телефон тұр. Тағы да сырғытамыз саусақпен. Туда-сюда. Не боимся. Вот, көтереміз былай саусақпен. Контакты, міне айтып тұр. Отправьте нам сообщение, получите побольше информации. Заполните эту форму, мы ответим в самое короткое время. У меня просьба. Оқыңыздаршы жазылып тұрған нәрсені. Кейбір адамдар сасқалақтап, оқымай, мың рет сұрап. Кірдіңдер ма кабинетке? Оқыңдаршы, пожалуйста, жан-жаққа. Саусақты қойыңдар да, сырғытыңдар ары бері, шеттерге. Сонда шығатын нәрсе. Сонда үйреніп аласыңдар сөйтіп. Міне, ваше имя, осы жерге ваше имя деген жерге атыңызды жазасыз. Мысалы, ваш имейл, имейліңізді жазасыз. Мен просто өтірік жазып өттім. Ваш город, қалаңыз жазасыз. Телефон, телефоныңызды жазасыз. Номер дистрибьютора деген сөз сіздің логиніңіз. Соны жазасыз. Я, қалғаны керек емес. Сосын мінеке қараңдар тағы да. Жазасыңдар только туда, қай жерде қызыл мынандай нелер тұр. Звездочкалар. Ваше имя қызыл звездочка тұрма, жазасың. Имейл тұрма, қызыл звездочка жазасыз. Город населенный пункт тұрма, қызыл звездочка жазасың. Қалғандарына жазбаса да болады. Қалғандарына міне мына контактный телефонға да жазбаса болады, бұл жерде звездочка тұрған жоқ. Номер дистрибьютора жазбаса да болады, звездочка тұрған жоқ.
темада тұр звездочка. Темаға басқан кезде, міне көріңдер, темаға басып кеп қалған кезде міне шықты. Запрос информации, вопросы по работе бюро, адресная доставка дистрибьютору, техническая поддержка, замечания по работе сайта. Сізге қайсысы керек, соны таңдайсыз. Например, запрос информации таңдадық и жаздық. Жазатын нәрсені жаздық. Сізге жаздыңыздар да, Потом, я согласен с условиями деген қызыл звездочка тұр міне, я согласен с условиями. Соған қойдық, мынандай галочканы қойып қоясыз. Сосын, я не робот дегенге галочканы қоямыз. Я не робот деген тұр ғой, соған галочка қоямыз. Түсіндіңіздер ме? Сонда егерде шығатын болса, ой, шығып кеттім, қайтадан кірейінші, әйтпесе тағы да түсініксіз болып қалады. Так, обратная связь. Кірдік. Жаңағы нәрселерді толтырдыңыздар делік, толтырдыңыздар делік. Сосын, я не робот дегенге басасыз да, отправить дейсіз. Я не робот дегенге басқан кезде, о жерде тағы да бірдеңелер шығып жатыр, сонда көрсете өтейінші, ол да әйтпесе тағы да сұрақ туындайды. Мына жерде я не робот дегенде, выберите все изображения, где есть автобус дейді. Бұл қауіпсіздік үшін жасалып қойған негізі. Онда сіз соны істейсіз. Автобус қай жерде изображение, қай жерде автобус тұр? Мында тұр. Сосын мында тұр автобус, Вот, выбрали. Подтвердить. Басамыз подтвердить. Подтвердить. Тағы сұрап жатыр автобусты бізден. Мынаған бастық. Подтвердить. Вот, я не робот деген галочка өзі қойылды. Енді отправитке басамыз. Ол автобустың орнына ол басқа нәрсе жазуы мүмкін. Выберите изображение дорожного знака деп жазылуы мүмкін. Выберите изображение, басқа нәрселер жазылуы мүмкін. Не сұрайды, соны выбирать етесіз де и жазасыз. Отправить дегенді басасыз. Отправить па бағана ұмыт қалдым не жазылғанын. Соны басасыз да, кейін мына жерге түстіңіз. Яғни робот деген өзі галочкасын қойды, и мына отправить дегенге басасыз уже мына жерге. Қазір мен просто баспай тұрмын. Бассам уже кетіп қалады ана менің дұрыс емес хатым. Соны басасыз. Все понятно, да? Надеюсь, понятно. Енді бұл жерден қалай шығамыз? Сіздің телефоныңызда өз стрелкалар болады, взад вперед. Соған басасыз, стрелкаға назад. Шықтыңыз. Так, енді структураны қайдан көруге болады? Міне тура осы үш неге басасыз. Сызыққа бастыңыз. Новости структура. Структураға кірдіңіз. Кейбір адамдар айтады, мен структурамды қалай көрем? Кімнің астында кім екенін қалай көрем? Пожалуйста, просмотр структурды бастыңыз. Сонда мынандай шығады. Енді выберите месяц и год дейді. Месяц, любой месяцті қоя саласыз. Февраль, март, не без разницы. Ну, например, последний месяц қойдыңыз. Март қойдыңыз да. Енді загрузитке басасыз. Новички дегенге бассаңыз, тек қана осы наурыз айында тіркелген новичоктар шығады. А сізге тұтас бүкіл структураңыз керек болса, онда загрузитке басамыз міне. Енді загрузитке басқан кезде көрдіңіздер ме? Міне шықты. Енді мына жерде назар аударыңдар. Мынандай таракан сияқты тұрса көк, яғни бұл адамның астында адамдар бар деген сөз. Ал егерде мынандай қап-қара болып тұрса, міне бір адам болып, міне қап-қара. Багитова Амангүл, например, қап-қара бір адам болып тұрса, онда оның астында адам жоқ деген сөз. Бірақ бұның барлығы сіздің тіке астыңызда тіркеліп тұр. Тіке өзіңіздің астыңызда тіркеліп тұр. Түсіндіңіздер ме? Міне таракан сияқтыға басамыз. Фазлидинова Олесяның астында кім бар екен? Міне бастым тараканға. Сөйтсек, Фазлидинова Олесяның астында Поцелуева Анна, Голова Наталья деген тұр екен. И бұларда да таракан сияқтылар тұр. Яғни, оның да астында адамдар бар деген сөз. Міне Поцелуеваға бастық. Поцелуеваның астында Зосимова деген біреу бар екен. Тіпті Зосимованың да астында адам бар екен. Ал Зосимованың астында Голова деген тұр. Зосимованың астында. Көрдіңіздер ме? Вот сондай. Сөйтіп көріп аласыз. В общем, Фазлидинованы жабам. Фазлидинованы жаптым. Енді Багитова Амангүл жалғыз өзі тұр ғой міне. Осыған бастық, бітте, ашылмайды бұл. Яғни бұның астында адам жоқ деген сөз. Сөйтіп тексересіздер. Жарай ма? Ал егерде мен новички деп бастам, міне осы айдың новичоктары шығады бізде. Міне қаншама новичок бар. Осы айдың новичоктары бұл тек қана менің астыма жазылғандар емес,
бұл бүкіл менің структурама жазылған адамдар. Жақсы ма? Сосын, так, назад. Міне, 3 неге бастым. Тағы да осыны, так, структураны айттым, обратный связьді айттым. Тағы да нені айтам деп едім? Мои заказы дедім, е? Кейбір қыздар заказдарын жасап алады да, ол қайдан көрем дейді. Ну, пожалуйста, енді сіздер дұрыстап зерттесеңіздер кабинеттеріңізді, табар едіңіздер, шыдамдық жетпейді. Сосын сасқалақтайды, оқымайды кабинетті. Пожалуйста, оқыңыздаршы кабинетті. Әр сөзді, әр букваға назар аударыңыздаршы. Бұл газет оқып отырым деп есептеңіздер, қорықпаңыздар, компьютер, ойбай, интернет деп. Газетті ашқан кезде оқисыздар ғой, әр мұқабасын, әр жерін бүйтіп аударып, сол сияқты бұнда бүйтіп саусақпен былай жүреміз, ары бері, былай жүреміз, былай, міне можно. Бұл телефон кішкентай болғаннан кейін ол кейде информация астына түсіріп жібереді. Ол бәрін сыйғызамайды ғой мына бір кішкентай экранға. Сол үшін бұны бүйтіп ары бері қозғалту керек. Міне, жатыр мінекей, көрдіңіздер ма? Кейбір адамдар кіреді, міне мынау тұрма осылай қатып тұратын сияқты ойлайды да, олар осылай ғана ашылды, бітті. Ойлаңыздаршы, мынаны бүйтіп көтерсең, қаншама астында жатыр міне. Түсіндіңіздер, е? Енді, так, мои заказы. Кіреміз мои заказыға. Мысалы, сіз заказыңызды жасап қойдыңыз, енді қайдан көресіз? Мои заказыға кіресіз. Міне қараңыз, как разместить заказ, адресная групповая доставка. Бүйтіп тағы да қозғалтамыз, ары бері саусақпен, міне. И астында қарай история заказов. Яғни бұл сіздің заказдарыңыздың тарихы деген әңгіме. История заказовқа кірдіңіз. Енді міне саусақпен вперед жоғары қарай. Өстіген кезде, мінекей, міне, шығады мына таблица. Менде тұр статус заказы, міне, статус заказы оқимыз, сасқалақтамаймыз. Міне басты мен статус заказыға, е? Так. Статус заказы. Осының астында көрдіңіз ба, колонка бірінші. Зарезервирован, отменен, выдан. Выдан деген, мен уже товарымды алдым деген сөз баяғыда. Зарезервирован деген сөз, уже сіздің заказыңыз резервте тұр. Бекітілді деген сөз. Енді саусақпен вот, солға, оңға, туда-сюда двигаем, не боимся. Вперед, назад, міне. Көрдіңіздер ма? Зарезервирован. Былай бүйтсеңіз, міне, шығады полная информация. Номер заказа, бюро Астана, дата создания, сумма заказа, баллы, қанша балл, процент, сумма, сумма скидки, итоговая сумма. Енді сізге, например, керек бұны заказыңызды көргіңіз кеп тұр. Действие деп тұр, міне, последний колонкада. Қызылда тұр крестик, ақ крестик. Соны сіз бассаңыз, сіз удалить етіп тастайсыз заказыңызды. Ал егерде сіз действияның міне ең шетінде тұрған мынау кубик, 2 кубикке бассаңыз, мына жасыл, онда шығады сіздің полностью не заказ бергеніңіз. Міне, шығады. Түсіндіңіз бе? Енді бұл жерде астында запомнить корзину, быстро корзина, оформить корзину деген, оформить заказ болған баспаңыз. Түсіндіңіздер ма? Ештеңе істемейміз, просто көріп аламыз да. Көріп аламыз да, и все. Можете мына жаққа шығып кетуге. Міне корзинада 16 қалды. 16 болып қалды. Қала берсін, ничего страшного. Түсіндіңіздер ма? Все, увидели свой заказ и дальше по делам, куда вам надо. Например, вот сюда. Каталогқа кірдіңдер. Каталогқа кірдіңдер. Бірақ сіз, например, вдруг екінші заказ жасағыңыз кеп тұр. Каталогқа кірдіңіздер, екінші заказ жасағыңыз кеп тұр, бағанағы заказ қалды. Екінші заказды жасаған кезде міне мынау, уже мынау корзинада сіздің жаңа қараған заказдарыңыз қалып қалды. Мынаған кіріңіздерде онда. Міне удалить етіп тастаңыз бәрін. Міне, мен удалить етіп тастадым, міне. Мына қызыл корзинаға бүйтіп баса береміз. Егерде екінші заказ жасағыңыз келсе бұл. Егерде заказ екінші жасағыңыз келмесе, онда ештеңені удалить етпейсіз, просто кабинеттен шығып кетесіз. Мен міне заказымды удалить етіп тастап жатырмын. Не үшін? Мына жерде. Ол бірақ менде сохраниться етіліп тұр, ана неде, зарезервирован болып. Потому что мен, например, хочу сделать екінші заказды. Онда маған на корзинадағы 16 вариант маған мешать етеді ғой. Кедергі болады. Мен кремне каталогқа кірдім, каталогқа и начинаю уход. Уходқа не жатады? Беттің кремдері жатады, например. Міне, салдым, например, кетті, я? Міне тағы да корзина қарай, міне тұр, 2 корзина.
екеу. А енді сіз сұрауыңыз мүмкін, а вдруг сіздің ана заказыңыз удалить етіліп кетті бағанағы история заказовтағы. Давайте көрейік. Мен мына жақтан удалить етіп тастадым ба? Удалить етіп тастадым ғой, ол тұрмай жоқ па? Тағы да міне кіреміз 3 неге сызыққа. Так, мои заказыға кірдік. Так, история заказовқа кіреміз. Қарайық. Мен өшіріп тастадым бекен? Жоқ. Тұр мінекей, міне зарезервирован, міне. Бәрі тұр. Сіз даже о жерден удалить етіп тастасаңыз да, бұл жерде қалады деген әңгіме. Ал бұны удалить ету үшін тек сіз история заказовқа кіріп, мына жерден удалить ету керексіз. Түсіндіңіз ба? Міне мына стрелка емес, мынау неме еді? Крестикке, қызыл кубиктің үстіндегі тұрған крестикке бассаңыз, сонда сіз мынаны удалить етіп тастайсыз. Отменен болып қалады. Міне мына астында тұр ғой, менде отменен деген. Міне. Сондай болып қалады онда ол. Түсіндіңіздер, е? Жақсы, рахмет сіздерге, назарларыңызға. Видеом ұзақ болып кетсе енді кешірім өтінем. Просто сіздерге түсінікті болу үшін, максимум түсінікті болу үшін каждый детальға, каждый мелочқа тоқталып отырмын. Себебі даже осының алдында түсірілген видеоларға көп адамдар жаңағы біз түсінбей жатырмыз дегеннен кейін мен енді өстіп приходится мыжып каждый нәрсеге слишком тоқталуға. Сондықтан енді алға биоси структурасы, алға осылай ничего үйренесіздер. Сөйлей шешен, жүре көсем боласыздар. Алға биоси, жұмыс істейік. Давайте, бәріңізге сәттілік.